Өйткені мен осыда, Құдай қаласа, аптасына 2 рет осындай күшті тақырыптарды ашқым келіп жатыр. Поэтому астына комментарий жазып кетіңіздер, қандай тақырыпты мен қозғайын, қандай тақырыпты мен айтайын. Өйткені көп адамдарда осындай проблема бар екен. И осы видео арқылы, менің сөзім арқылы, блогым арқылы сіздер, может быть, өздеріңізді былай айтқан кезде түсінесіздер. Понимаете, да? Подсознательная выгода деген бар да. Мысалы, ол не? Әйелім жертвейді, әйелім постоянно шу көтереді, айқай көтереді, төбелеседі, ақырында қолым шыдамай ұрып жіберем дейді да. Не себептен? Қараңыздар, енді кішкентай кезге обратно вернемся. Сол қыздың тусанасына кіретін болсаң, күнде төбелес, күнде айқай шу, күнде жаға жыртыс. И сол картинадан өскен қыз, ол бейсаналы түрде ол сол затты махаббат деп қабылдап қалады. Это нормально деп қабылдап қалады да. Мысалы, сіздің күнде бетіңізге ұра берсе, сіздің бетіңіз уже мышцаңыз үйренеді оған. И сіз уже нормально қабылдайсыз да. Как будто бы так должно быть. И сондай қыз өмірге, ересек өмірге кірген соң, тұрмысқа шыққан соң, күйеуі красавчик болуы мүмкін. Миллионер, ақша табады, бәрі жақсы. Енді ақша табатын еркек по-любому кезде кешігеді, басқа уақыттар болып қалады. И сол кезде ол қыз түбінде бір как будто бір тревожность пайда болатындай миында пайда болады да. И как будто бы тишина, ұрыс-керіс жоқ, төбелес жоқ, ештеңе жоқ. И как будто бы ей кажется, что-то должно произойти, либо это опасно. И айқай шу көтереді, сен қайда жүрсің, кіммен жүрсің, ана күйеуі шыдамайды, сонымен шапалақты ұрады. И сонымен, короче, салам алейкум, обратно